өмір берер ертеңгі бағаларын, әліппемен қоштаспақ бүгін балаларың. Халқыма ұрпақ берген, өмір берген, қош келдің ата әже, әкелер мен аналарым. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, қонақтар, аяулы да ардақты ата-аналар. Бүгінгі мерекемізге қош келдіңіздер. Кеше ғана мектеп табалдырғын имене аттаған жас бүлдіршіндер бүгінде бойларында жауапкершілік пайда болып, саналы азаматтың борыштарының алғашқы асуын аман есен асып, бір жасқа тағы да есейіп, барлық ғылымның атасы, біздің болашағымыздың негізі әліппені бітіріп отыр. Сондықтан бүгінгі ертеңгілік сіздер мен біздер үшін ортақта салтанатты мереке. Ендеше кішкентай бүлдіршіндеріміздің білім өлкесіне қарай басқан алғашқы қадамдары құтты болсын. Сонымен рахмет саған құтты әліппем атты ертеңгіліміздің кейіпкерлері бірінші сынып оқушыларын қол соғып қарсы алайық. Көшелерді ұрмауды үйретеді, үйретеді, үйретеді. Санға санды қосуды, санға санды алуды үйретеді, үйретеді, үйретеді. Санға санды қосуды, санға санды алуды үйретеді, үйретеді, үйретеді. Ал бүгінгі ертеңгілігімізді ашып беру үшін мектебіміздің директоры Пралиева Шолпан апайға береміз сөзді. Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, сүйкімді шәкірттер. Мына бүгінгі мектебімізде өтіп жатқан әліппемен қоштасу кешіне қош келіпсіздер. Кеше ғана мектеп табалдырғын аттаған балапандарыңыз бүгін 42 әріпті танып, оң мен солын танып, білім кемесінде еркін жүзе бастады. Осы шәкірттеріміз сіздің балапандарыңыз келешекте сіздердің үміттеріңізді ақтасын. Ең бір мектебіміздің үлгілі, Сапарабадтың өнегелі ұл қыздары болып жетіле берсін. Алғашқы ұстазы Пердеш апайдың жұмыстарына табыс тілейміз. Осы шәкірттерді тәрбиелеуден шаршамаңыз, шалдықпаңыз, жұмыстарыңызға үлкен табыс тілейміз. Ал мынау бүлдіршіндерге бүгінгі әліппемен қоштасу мерекесі құтты болсын. Бұл сендердің ең алғашқы жеңістерің. Себебі әліппені аяқтадыңдар. Енді бұдан кейін сендерді алда бұдан да қызықты кітаптар, басқа әлем әдебиеттері күтуде. Сол жолда қадамдарыңды нық басып, сеніммен
басыңда деп ойлаймын. Мерекелерің құтты болсын. Сендерге үлкен сенім білдіреміз. Рахмет барша. Ал енді кезек оқушыларға. Армысыздар, құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар. Бүгін біздің қуанышымызда шек жоқ, өйткені біз тұңғыш рет сауатымызды ашқан әліппені бітірдік. Рас, әліппемен қоштасу тек біздің мектебімізде ғана емес, барша Өзбекстан бойынша тойланып жатыр екен. Я, енді біз алыстағы туыстарымызға хат жаза аламыз. Енді біз кез келген сөйлемдерді, сөздерді оқи аламыз. Көз салып қараңызшы бойымызға, ортақ боп бүгін өскен ойымызға. Қош келдіңіздер, ұстаздар, ата-аналар, әліппемен қоштасу тойымызға. Балалар, мен сендерге бір сұрақ қояйыншы. Іші толған әріпке білімдегі жарық не? Сүйекті Олай болса ортаға балалар әліппені шақырайық. Микрофон алады. Микрофонды бер. Армысыңдар жас достар, армысыздар атана. Болашаққа жол бастар, әліппе келді ортаға. Әліппені меңгерген келешегі қазақтың. Басталады сендерден, таудай болса талабың. Не үйреніп, не білдік, кәне ортаға салайық. Сәлеметсіңдер ме менің сүйікті достарым. Сендер мені оқып, сауаттарыңды аштыңдар, оқуды, жазуды үйрендіңдер. Ал енді маған өз білімдеріңді, өнерлеріңді көрсетіңдер. Бала деген шіркінай балда екен, тәттілігі жаямен жалда екен. Арып ашып даладан келгеніңде, бал иісі таттырып алдайды екен деп. Кенен Әзірбаев атамыз айтқандай, бүлдіршіндердің бал тіліне құлақ салып, тақпақтарын тыңдайық. Жақсы білім көрімдік болсын бізге қалайық. Не үйреніп, не білдік, кәне ортаға салайық. Рахмет саған әліппе, көп нәрсені үйреттің, таныстырып әліппен тақырдатып сөйлеттің. Бар кітапқа бас болған, әліппелім анасы, әліппеден басталған даналықтың данасы. Келгенде алғаш мектепке, білмеуші едік әліпте. Оқимыз әзір ертекте, үйреткен оны әліппе. Сарина. Жаттап алсаң әріпті, саналы өмір сүресің. Бұрынғы өткен тарихты әліппен оқып білесің. Ең алғаш алғанымда әліппені қызға қарай бердім. Әріптерге мен үшін жұмбақ болып қалар ма екен, ұстазым оның кілтін алып берді. Әліппе дана жол ашты, жағанан пәнде жалғасты. Әліппе сыры ұйықтатқан, рахмет саған әліппе. Алғаш рет ұстаз. Болды, бір сезім келеді. Бір сезім. Қаттай. Келгенде алдында қызы Арайгүл бар. Жақын тәтімізге шәкіртім бола. Бағла. Әліппем менің әліппем, өмірді көрем танып мен, қайталап айтамын мың рет, өзіңе көп рахмет. Әлихан. Әліппе
әліппе деген алтын жол. Апарат сені алысқа. Жеңіл емес, ауыр жол, тырыспа намысқа. Бұлар жаңың баланың талабынан білесін, жақсы оқса сабағын жақсы көріп жүресін. Ақнұр, Ақботаға бер. Кел, берсе Ақботаға. Әліппе білім. Әліппе білім ағасы. Білім. Әліппе білім. Әліппе білім ағасы. Әліппе білім көзі. Әліппеден. Әліппе мұғалімнің асыл сөзі. Әліппе мұғалімнің асыл сөзі. Мақсатқа бер. Мақсатқа берсе Ақбота. Шаттанамын бүгін мен, шаттанамын. Әріп сырын үйреніп мақтанамын. Әріп сырын үйреткен әліппемнен түсте болып, міне бүгін атта алды. Іңкәр. Енді жазда білеміз, әріпті қосып әріпке сүйікті риза болып саған жүреміз, сүйікті біздің әліппе. Таңатар. Дидарыс. Таныстырған 42 әріппем, қош бол менің қасиетті әріппем. Сенің арқаң оқып жаза білгенім, сауатты өміріне кіргенім. Қосар Нұрланова. Әліппе жарты жылдай жолдас болдың, ана тілге әкеліп жалғастырдың. Әр әріпті қостырып, сөзін құрып, хат танытып алған сен көзімді аштың. Әліппе сауатыңмен санамды аштың, достарыңмен теңдес араластың, үйретіп әріптермен әңгімені, күн сөйі алға қарай қадам бастың. Алфавитті үйрендік, онда жүйе қалып бар. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Ақтырға бер, Ақтырға. Жаттап алсаң әріпті, саналы өмір сүресің. Бұрынғы өткен тақырыпты әріппен оқып білесің. Дидар. Білімді жолды бастаған, әліппем саған мың алғыс. Оқы деп ұран тастаған, әліппем саған мың алғыс. Келеді алғаш мектепке, білмеуші едім әріптер. Оқимыз қазір ертектер, оны үйреткен әліппе. Айбекке бер. Айбекке. Кел, Айбек, бер жаққа кел. Кел, не қай? Айт. Оқуды көп ойланып айт. Оқы Ойланып. Қызығына қызығына тоймадық. томайды. Әріптерді үйреніп, сауат аштық. Сауат ашып Тойлан. тойлан. Қарады ғой әдің, тенемеме төме. Ол емес еді ғой сен. Әліппені бітірдім ғой. Әліптені бітірдім, әліптені танимын. Мен қошы балам, мен атан баласы. Мен қошы баламын. Сол. Ал енді балаларымыздың 42 әріпке жаттаған өлеңдері. Бір шеттен бастап айтып кете береміз. Думаннан бастап. Думан бастап. Осы жерде тұрып айта бер өзің. А дегенім атам, ақ тілікті ботам, ақыл жүрін тұрна, ардатай біл ботам. Тұрып тұр осы жерде. Е дегенім есеп, қиын десек неше болар екен, екі ешкімен есек. К дегенім кітап, көп оқыны ұтат, күшті болсан кәне кітаптан тез кітап. Н дегенім наным, наным менің нәрім, наным менің әнім, наным менің сәнім. З дегенім зебір, тияуының тебір, шөп іздесе шөлде кірмейді оған шөгір. О дегенім ұлан, аузындағы ұран, ту көтеріп тұрған ұран нағыз қыран. Ö дегенім үкі, үлфіл дейді түлкі, өп дегенде үлкі, күлкі болды түлкі.
Ма дегенің мектеп, кітабыңды беттеп, мен өсемін оқып, мектебіңде көктеп. Дегенім інім бауырың ғой, көнің қызықтаймын бәрін, балды тәтті тілін. Қа дегенім қалып, Қайтадан. Қа дегенім қалып, бәр күшіңді салып, қалып үшін ұсқыл бәр күшіңді салып. Ға дегенім ғарыш, болса дағы алыс, қазақ ұшып барған, ғарыш бізге таныс. О дегенім орман, жан жауа тоған, жемістен теріп орманға жетіп қырман. Ә дегенім әжем, әл делеген анам, әлпіс деген әкем, әспеттей бол балам. Са дегенің сурет, көрдің бе сурет, мұнша неге тәтті суреттегі сүрет. Қ дегенің қала, жан жағыңа қара, қабат-қабат үйлерін қатарлан сана. О дегенім өзен бойын кезен, өзенде балық бар, өзін бірден сезен. Т дегенім талап, талмай тұғын қанат, талапты бол, сен де оқып білем жақсы сабақ. Ва дегенім вагон, кісі толған көк зал. Келіп қаса пойыз, вокзалдан тез қозғал. О дегенің білін, көрсеңдерші түнін, қане көрген кім бар, таудай білдің тілін. А дегенім ыдыс шығарады дыбыс, ынтымақты үйде ыдыс тола ырыс. К дегенің гүлім, неше түрін көрдің, гүлмен бірге сенің гүліп дейді күнім. Б дегенім білім жарық күнін, ашып берер саған бәл әлемнің сырын. Ш дегенім шашыны тез салшы, шыны шаштан шыны тауып алшы. О дегенім. Д дегенім дәптер. Д дегенім дәптер. Д дегенім дәптер, үші тола то. Дұрыс таза жаздым, 4 пен 5-ті алып кел. Бол, Ерасылайсы? Р дегенім ретте, ретмен бетте. Дәптер кітап бәрін, ретті шашып кетпе. У дегені уыз, уыз жеді ауыз, уызына тойға қозы болатын ағыз. Ж дегені жолда, жаңғалақтай болма, жасы жанса жүгі, қаға соме оңға. Ал балалар, ойын сауықтарыңды өткізе беріңдер. Мен кетейін, сабақтарыңды жақсы оқып, ата-аналарыңды, ұстаздарыңды қуанышқа бөлеп жүре беріңдер. Оқушылар, әліпбиге арналған әнін айтады. Алғашы рет қолыма ұстадым, әліппені сыйлаған ұстазым. Білім атты әлемге аштың жол, рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, алғысым шексіз бір саған. Көмегіңмен өзіңнің әліппем, 42 таныстық әріппен. Ең алғашқы білімді алдық мол, рахмет саған әліппе, қош сау бол. Әліппе, арналады бүгін жыр саған. Әліппе, алғысым шексіз бір саған. Рахмет саған әліппе.
жасаған әліппе алғысымыз шексіз бір саған Енді ана. Енді айт. Ал балалар, енді сендердің достарың ана тілі болады. Сау болыңдар. Сау бол. Сәлеметсіңдер ме балалар? Туған елдің тілімін, ақылым мен танымал, түсіндірер бәріне ана тілі мен болам. Мен сендерді әліппеден үйренгендеріңді тексергім келіп тұр. Ал ең алғаш әліппені жазған кім? Жарайсыңдар. Ал ең алғаш қазақ балаларына мектеп ашып берген кім? Нұрай. Нұрай шық. Микрофонда сай. Ма? Берсе микрофон. Ыбырай Алтынсариф тұңғыш қазақ мұғалімі, ол алғаш мектеп ашқан. Бір Аллаға сеніп, келіп балала оқылып, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Бер микрофон. Жарайсың. Ал Абай Құнанбаев кім? Абай Құнанбаев қазақ халқының ұлы ақыны. Әсембас болма әнеге, өнерпаз болсаң арқалаң. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін таптың бар қалам. Жарайсың. Әлишер Науаи кім? Әлішер Науаи өзбектің ұлы ақыны. Әлішер Науаи 1441 жылы 9 ақпанда Қырат қаласынан туылып, 1501 жылы 3 қаңтарда дүниеден өтті. Биыл Науаи облысында Әлішер Науаи жылы деп жарияланды. Әлішер Науаи 584 жаста. Жарайсыңдар. Ал балалар, біз әліппемен бірге математиканы да меңгердік, е? Балалар, математикалық, арифметикалық амалдарды айтыңдаршы қане? Қос. Жоқ, арифметикалық 4 амалды. Балалар, қосудың мүшелерін айтайықшы. Азайтудың мүшелерін айтайықшы. Жарайсыңдар. Ал енді кім отан туралы тақпақ біледі екен? Айтайықшы кәне, отан туралы тақпақ. Отан тарих, отан тіл, жасаған елің ел қалқың. Отан өлең, отан жыр, көтерген көкке ел даңқың. Ерлан қайда? Түсіп кетпе байқа. Отан осы достарың, көгілге мың түйе бол. Отан өз жасқауын, ona daqtan suyu bil. Ерасыл қайда? Отан сенің атанаң, отан досың бауырың, отан өлкең астанаң, отан аудан ауың. Жарайсыңдар. Міне осымен біздердің бүгінгі әдеби бөліміміз аяқталды. Енді әсектіңдер. Жаңбыр жар, бәрі мәңгі тұрмайды. Енді екінші бөлім музыкалық бөлімге береміз. Қазір бірінші номерімізде вальс. Down by the water, under the willow, sits a lone ranger minding the willow. He and his wife once lived happily, planted a seed that grew through the reeds. Summers and winters through snowy
Decembers, sat by the water, close to the embers, missing out the lives that they once had before. I wouldn't leave you, I would hold you when the last day comes. What if you need me? Won't you hold me on the last day, our last day? Mr. and Mrs. dreamed of a willow, carving their names into the willow. If he had spoken, love would return, spoken inside, too soft to be heard. Summers and winters through snowy Decembers, sat by the water, remembering embers, missing out the lives that they once had before. I wouldn't leave you, I would hold you when the last day comes. What if you need me? Won't you hold me on the last day, our last Somewhere the timing will all come together. The mishaps will turn into sunny Decembers. The lovers will be able to find their willow. I wouldn't leave you, I would hold you. Қазір кезекте Айдаһар биі. Открываю двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче, даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Мужиком должен стать мальчик, мужиком станет отец. Кто такой ути-пути? А, ты что ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как Айдаһар. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. Восьмое чудо света — это море по колено, это легенда дискотека, это лучший запад века, это арталар не дейді, бәр оншық бандит, жағдайымыз компит набит, әкететсен әккенді аңаңыз балаңды. Чо там, сезіндің бе иісі, ондайдан даже компьютеры виснут. Кто там, атысыңды білмейсің, бәрін билеткен белгісіз миссия. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как Айдаһар. Мен есімім Бекболат, но меня все знают как
Короче, Бека нас учит танцы. За ним охотятся папарацци. Бека авторитет гигантский. Когда он шутит, надо смеяться. Учит всех нас, как подняться. Наш жигет сол спайсом лучшая комбинация. Бека это лучшая иллюстрация. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как Айдахар. I am David Beckham, but everybody calls me. Кезектегі биіміз Саржайлау. Тасын өтем Саржайлауы басқаның жер үйігін не қылайын жер үйігі өзімнің қасым екен Саржайлауым самал болат балайларым салқын самал баурайларым саялаған деу туған жер сағындырған Саржайлауым самал болат балайларым салқын самал баурайларым саялаған деу туған жер сағындырған Саржайлауым Salqın samal bauray
қазір Ербаева Нұрселаның орында оқуда озат болам әні. Мектепке барып күн сайын тек қана бестік аламын. Оқуда озат боламын, қашанда да талабым. Тәтті балалар танып, бәрінен үлгі боламын. Оқуда озат боламын, қашанда да талабым. Тәтті балалар танып, бәрінен үлгі боламын. Оқуда озат боламын, білімін тасып толамын. Университетіңді ұстаздың санама құйып аламын. Оқуда озат боламын, білімін тасып толамын. Әр сөзді тыңдап ұстаздың санама құйып аламын. Оқуда озат боламын, қашанда да талабым. Тәтті балалар танып, бәрінен үлгі боламын. Оқуда озат боламын, қашанда да талабым. Тәтті балалар танып, бәрінен үлгі боламын. Оқуда озат боламын, қашанда да талабым. Тәтті балалар танып, бәрінен үлгі боламын. Оқуда озат боламын, қашанда да талабым. Тәтті балалар танып, бәрінен үлгі боламын. Оқуда озат боламын, оқуда озат боламын. Енді кезектегі биіміз Парижге саяхат. Tu m'as promis et je t'ai cru. Tu m'as promis le soleil en hiver et un arc-en-ciel. Tu m'as promis le sable doré, j'ai reçu une carte postale. Tu m'as promis le ciel, la terre et une vie d'amour. Tu m'as promis ton cœur, ton sourire, mais j'ai eu des grimaces. Tu m'as promis et je t'ai cru. Tu m'as promis le cheval ailé que j'ai jamais vu. Tu m'as promis le fil d'Orient, mais tu l'as coupé.
m'as promis. Et je t'ai cru. Tu es fou. Tu es fou. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais pourquoi on m'appelle Mademoiselle Pas de Chance. Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu es fou. Tu es fou. Şimdi kesektегі бейбіміз жентльмен. 알랑가 몰라 왜 화끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 발끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 아리까리하면 까리해 알랑가 몰라 We like party 해 있잖아 마리아 이 사람으로 말씀드리자면 마리아 용기 패기 똘끼 멋쟁이 마리아 너가 듣고픈 말 하고픈 게 난데 마리아 Damn girl you so freaking sexy I'm a motherfucker gentleman I'm a motherfucker gentleman I'm a motherfucker gentleman 알랑가 몰라 왜 미끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 왜 새끈해야 하는 건지 알랑가 몰라 빨리 와서 난리네 알랑가 몰라 난리 나서 빨리 해 있잖아 마리아 너의 머리 허리 다리 종아리 마리아 Good feeling good 부드럽게 마리아 아주 그냥 헉소리 나게 마리아 Damn girl I'm a party mafia I'm a motherfucker gentleman I'm a motherfucker gentleman I'm a motherfucker gentleman Gonna make you sweat Gonna make you wet You know who I am Let's sing Gonna make you sweat Gonna make you wet You know who I am Let's sing I'm a motherfucker gentleman I'm a motherfucker gentleman I'm a motherfucker gentleman motherfucker gentleman motherfucker gentleman
Шыман апаның келіндерінің биіне береміз. Не болды? Шай суып қалатын болды, жүріңіз шайға. One moment. Орамал тағып, атенеңе жағып, ақ батасын алып, мүлде тынбайсың, күнде сәлем салып, қонақ келсе шауып, ошағыңды жағып зырлайсың. Ерте келсе жарың, жасап соның қамын, жүрсің әкеп дәмін, мәз боп балаша, жаның менен тәнің, сымбатың мен сәнің, бәрі тамаша. Әй қой келіншек, супер келіншек. 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 Білегін қардай, сендегі аппақ маңдай, арайлаған таңдай, жүрегің қандай, ақ дидарың айдай, келіншексің балдай, хор қызымен бірге туғандай. Арысындар күнде, жүрсе тату бірге, аш күніміз мүлде, болмайды біздің, тәнті қылдың бәрін, үлгі болсын әнім, үйіміздің сәнін кіргіздің. Әй қой келіншек, супер келіншек. 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 Кезекте Чамандагүл өзбекше би. Uchala qiz chiqdi ariq bo'yiga. Uchala qiz chiqdi
қазір біздердің балдарымыз дайын болғанша ата-аналарға бір құттықтау сөз беріп жіберсек. Әжелер бар ма? Қалипа апа шығыңыз, Рита апа шығып бір тілектеріңізді білдіріп жіберіңіздер. Құрметті ата-аналар, құрметті мына кішкентай балажандар, сіздердің бүгінгі әліппемен қоштасу мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Міне енді әліппені бітіріп, әліппемен қоштасып, ана тілмен достасып дегендей, ана тілді бастап оқимыз енді. Балаларымыздың дендері сау болсын, өмірлері ұзақ болсын. Әрдайым алдыңғы қатарда көріне берсін балаларымыз. Жақсы жетістіктерге жете берсін. Біздер де солардың қызығын көріп жүре берейік. Қадірлі ата-аналар, оқушылар, мына бүгінгі әліппе мерекесі құтты болсын баршаңызға. Әрқашан осы ұстаздарымызға көп рахмет, балдарымызға білім беріп отырғандарыңыз үшін. Дендеріңіз сау болсын, бала-шағаңыздың әрқашан қызығын көріңіздер. Бердеш апай, сізге де көп рахмет. Міне балдарымызға 42 әріпті үйретіп, білім бергеніңіз сізге көптен көп рахмет. Мына оқытқан оқушыларыңыз әрқашан алдан көріне берсін, биіктерден көріне берсін, дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар. Мына бәрінен де Пердеш апайға рахмет, әріптерін үйретіп, осылардың тентіктеріне шыдап, сабыр тілейміз апайларына. Мектеп коллективіне де рахмет айтамыз. Салам алейкум.
бүгін осы әліппе мерекесіне ат салысқан бірінші ата-аналарыма үлкен алғыс айтамын. Осы барлық осы ата-аналардың арқасы деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Осымен бүгінгі кешіміз аяқталды. Келгендеріңіз үшін үлкен рахмет.